Мінекей мұсылмандар осылай дамып жатқан кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол хижреттің бірінші жылы Мәдинадағы мешіт салынып біткеннен кейін сахабалардың барлығын мешіттің ішіне жинап айтты: ей сахабаларым, не істейміз деді. Мына 5 уақыт намаз парыз бізде. Соған енді адамдарға қалай білдіртеміз намазды, уақыты болған. Әр намаздың уақыты бар ғой, 5 уақыт намаздың. Соны қалай білдіртеміз адамдарға деді ғой. Сонда бір сахаба тұрып айтты: ей Алланың елшісі, кернеу бар ғой, кернеу, о дейтін жаңағы бір дауыс шығаратын аспап, музыкалық аспап. Сондай бір кернеумен шақырайық дейді да, намаздың уақыты болған кезде о дейді, Мәдинаның барлығына жетеді дауысы дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: бұны яһудилер істейді ғой дейді. Оларға ұқсамай қояйық дейді. Екінші сахаба тұрады: ей Алланың елшісі, онда дыңғыл қоңырау не қылайық дейді, соғайық дейді, ұрдырайық қоңырауды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи дейді: бұл христиандардікі ғой дейді, оларға ұқсамай қояйықшы дейді. Сөйтеді де біреу тұрады да от жағайық дейді намаздың уақыты болған кезде. Ол мәжусилердікі ғой дейді, оларға да ұқсамаймыз дейді. Не істейміз? Ешкімнің ойына ештеңе келген жоқ. Сонымен кетті сахабалар. Барлығы уайымдап кетті, не істесек болады екен деген. Қандай бір белгі бар деп. Сонымен кетті барлығы үйіне. Үйіне кетті, түнделетіп жатып ұйықтап жатқан кезінде Абдулла ибн Зайд деген сахаба, ансарлық мәдиналық сахаба, ұйықтап жатыр еді, бір адамдарды көрді. Кетіп бара жатыр екен. О деп жаңа кернеуді ұрып бара жатыр екен да. Мынау бір жақсы нәрсе екен дейді да. Не істемексің сен оны жақсы деп? Бізде намаздың уақыты болған кезде сондай бір осындай бірдеңе керек болып жатыр дейді. Жоқ, одан да жақсы нәрсені көрсетейін ба сендерге деп айтты дейді. Жа түсінде біреу. Одан да жақсы нәрсені көрсетейін ба сендерге деп айтты дейді. Көрсетші деп айтты. Ашхаду Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алла ұлы деп айтыңдар дейді. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне куәлік берем. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Азанның сөздері. Мұхаммед Алланың елшісі екендігіне куәлік берем. Хайя алас-сала, хайя алас-сала. Намазға асығыңдар, намазға келіңдер. Хайя алал-фалах, хайя алал-фалах. Құтылуға асығыңдар. Неден құтылуға? Парыздан құтылуға бірінші. Екінші, Алланың азабынан құтылуға. Асығыңдар құтылуға. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Алла. Ла илаха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ деп айтыңдар дейді, ана кісі айтады. Ойқысынан атып тұрады да, таң атпай пайғамбар салсам мешітіне келеді. Сөйтеді де Алланың елшісі: мен осындай нәрсені көрдім дейді. Хәза хаққун иншалла. Бұл көрген түсің ақиқи, шынайы түс иншалла деп айтты дейді пайғамбар салсам. Біләлді шақырды, Біләлға айт дейді, жаңа айттырған сөздер дейді. Біләлді шақырды, пайғамбар Біләлді алдыртты. Біләлға айтқызып, Біләл азан шақырды дейді. Аллаху акбар, Аллаху ак. Тұңғыш рет жер бетіндегі азанды шақырған, дүниенің барлығын рахатқа бөлеген кісі кім екен? Біләл ибн Рабах әл-Хабаши екен. Хабашадан шыққан, мынаяқтан шыққан, Эфиопиядан. Соған бұйырған бақыт екен бұл. Анан қараңыз. Қиямет күні мойны биік болып тұратын кісілер дейді, азаншылар дейді. Азаншылар қиямет күні бөлек адам болып тұрады. Сондай бақытты кімге нәсіп етті Алла? Қара құл болған, әркім езген, бірақ ең мықты болған ұлы сахаба Біләл ибн Рабахқа Алла нәсіп етті. Біләл Аллаху акбар деп азан шақырды дейді. Сол кезде не істеді? Омар ұйқысынан атып тұрды дейді. Көйлегін киер киместен жүгіріп келеді дейді мешітке қарай Омар. Жүгіріп келді, Алланың елшісі, мен мына түсті көргенмін деді. Маған түсімде осы сөздерді үйретіп кеткен дейді Омар радиаллаху анху. Сонда пайғамбар не деді? Фалиллахил хамд деп айтты дейді. Аллахқа мадақтар мен мақтаулар болсын деп айтты дейді. Міне бұл азанның шариғатталуы деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Міне біз күніге 5 уақыт шақырып жүрген азан меккелік емес, мәдиналық кезеңде шариғатталынған екен, заңдастырылған екен. Көрдіңіздер ме? Азанның тарихын біліп қалдыңыздар, машалла. Сол азанның шариғатталуына себепші болған кісілер кімдер екен? Абдулла ибн Зайд радиаллаху анху мен Омар ибн Хаттаб. Азан деген кезде осы екеуі естеріңізге түсін. Оны шақырған адам кім екен? Біләл ибн Рабах екен. Алла олардан разы болсын.